Достар, Олимпиадаға Қазақстан құрамасын Геннадий Головкин емес, мектептегі заводшы апай апарса. Әкел, ала жағын кетсе де, айтар жағын кетпес дейді, мен бәрбірде сөйлеймін. Сүмірек қалмандаш осындай жерге келген кезде. Зәттан ұйымдастырушылар нөл сәпсем, нөл. Әй, мына ашылу салтанатынан бастап ондаған жоқсың да, сендер бар ғой. Еркеге қайсы, қатыны қайсы айыра алмай қалдық қой, құрсын бүкіл әлем қарап отқан жоқпыз ба? Балдарыңды апа көрейін деп еді бір. 10 минутқа жеткен жоқ, кіретін тесік таппай қалдық. Ерігіп жүрген ешкім жоқ, айналайын емшектегі баланы тастап келіп отыр осы жарысқа деген. Білдің ба? Ана бокстағы судьяларың бар ғой. Вообще бокс түсінетін адамдар ма өздері, Мына, мен балам міне шықты. Көкала қойдай қылып сабалды, ана фингал болып қалды. Ақыр айнап келген кезде. Алттай жеңісті анаған беріп жіберді. Мен бала бокс тосақтан ана соткеге кіріп отты. Амжымдар бір біліп отырмын ғой, бергеш сен бала. Мына баланың қай жері транс? Қай жері транс мына баланың? Өзім өсірген бала білемін ғой. Шешіп көрсетсін онда, шешіп көрсетсін. Сенбей отқан жоқ па маған ал дейсіңдер? Кейбіне материал, бұндай жарыстардың біреуі де керек емес, маған түсініңдер ма, көкелерім айналайын.